Екі күннен бері қарай қолым тимей шапқылап кеттім. Мейді жүгіріп ары бері базарға бардым. Осы есік алдағы. Ай, мен азаптай алып кетші, Алдияр айналайын тегі. Ақыңды берген Алдияр. Сөйтіп базарға бардым. Базарға барып, осы қайта-қайта магазинге жырып-жырып етпеш деп 50 мыңға продукт алып келдім ғой. Сөйтсем жаңағыны азанда тұрып күйеуім не жейміз, не дейді, холодильникті ашса, не әкелдің дейді. Холодильникті ашып, мен де қарадым қасына тұрып. Ештеңе жоқ жейтін. Не әкелдім мен деп жазсам, сәбіз, картошка, пияз, огурцы, помидор, ет әкептім, картошка, макарон, сахарон, күріш-пүрішпен сонымен бітті. Ал жейтін мына дастарханға қоятын түк алмаған ғой. Оған жетпеген ғой. Сіздерде де солай ма? Мына балалар айтады, не жейміз дейді. Не жейсің? Мен жем деп айқарап бердім кеше. Не жейміз? Нанға майды батырып же, құмшекерді батырып же деп ұрыстым. Өзім ойланып қарап отырмын, не жейміз деп. Соны не жейді деп мыналар колбасаны алмаймыз қазір, қорқасың. Сонымен не жеріміз білмей отырмыз, сен ақшаның құны жоқ. Жоқ, расы сол. Артық бірдеңке әкеліп жесең, бір күнге, бір кешке таман жейсің, азанда жоқ ол нәрсе, жоқ болады. Алғанға өкініп қалсың, бекер алдым деп. Құдай сақтап, ауылда тұрмаймыз, ауылда тұрсақ тауығымыз бен итіміз аштан өледі. Атқұт қалдырамай отырмыз ғой. Мыналар айтады, тамақтың бәрі қызық емес тамақтар жасайсыз дейді. Қызық тамақ істеу үшін ананы әкелу керек, мынаны әкелу керек, көдей көп қой оны. Сонан кейін біздің тамақ айналып келе береді. Бір күн күріш басып бересің, бір күн кеспе көже, сүзбей нан, сенен оны ертеден кеспе көже, одан кейін нанды қайтадан сүзіп жейсің. Сіздің тамақтарыңыздың бәрі бір-біріне ұқсайды дейді. Ұқсайды. Басқа не қыласың? 50 мың теңге деген 5 мың теңге болды қазіргі таңда. Магазинге кіресің, шығасың. 5 мың теңге, ассалаумағалейкум. Одан жаңағы айлыққа деп бөліп-бөліпке жілік аласың. Оны бересің. Міне осы, одан той-томалақ ас кеп тұрады. Оған барасың. Міне бәрі есептеулі ғой. Біздің бәріміз контрольде отырмыз, мемлекетке контрольде отырмыз. Бірақ енді бала-шаға өскен сайын оның тамағы да өсе береді екен ғой. Міне, айтқанның ауыз жаман, жылағанның көз жаман. Бәріндегі проблема осы.